Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Google формада тестті құрауды үйренеміз. Ол үшін Google форманы ашып аласыздар. Бұдан кейін өздеріңіздің Google дисктарын қабасыздар. Бұл жерде менің алдыңғы сабақтарымның тесттері тұр. Бірақ мен сонда да алдымен сіздерге осынан бастап көрсетейін деп отырмын. Ноутбуктың ең жоғары жағына, сол жақтағы жоғары жағына барсаңыздар, плюс белгісімен создать деген. Сол жерге создать папку. Алдымен папку создать етіп аламыз, иә? Так, папканың аты тест әдебиет. Міне, папкамыз шықты. Папканың үстін бастап, қайтадан создать деген жерге барамыз. Ең соңында еще деген жер бар. Осыған түссеңіздер, Google форма деп тұр. Google формамыз ашылды. Новая форма деген жерге біз алдымен тест ашық сабақ. Себебі мен осы алдағы уақытта ашық сабақ өтейін деп отырмын. Қазақ әдебиетінің сол бойынша тест құрайын деп отырмын. Ашық сабақты басқаннан вопрос без заголовка деген шығады. Осы жерге сіздер аты, жөні деп жазып қоясыздар. Себебі тестті берген кезде баланың аты жөні осында жазылады. Аты жөнін жазып қойғаннан кейін төмен жақта обязательно вопрос деген бар. Осыны жылжытып қоясыздар. Одан кейін один из списка деген сөз бар. Осының түсін бассаңыздар, текст строка деген жер бар. Бұны қосымша бассаңыздар, мына жерде краткий ответ. Яғни бұл жерде тек қана бір ғана аты жөні болу керек. Енді тестті ары қарай жалғастыру үшін добавить вопрос деген жерге барасыздар. Енді мен бұл сұрақтарды қайдан аламын? Мен бұл сұрақтарды дайын Bloomendaal алайын деп отырмын. Bloomendaal кірсеңіздер, пән деген жер бар. Пәндердің ең астына түссеңіздер, тегін сабақтар деген бар. Соның ішінде мен қазақ әдебиетін аламын. Қазақ әдебиетін дегенде 8-ші сыныпты аламын. 8 Ахмет Яссауи хикметтер деген тақырыпты алайын. Осының ішіне міне жауап емес, маған бір ғана жауап керек. Келесі тест екен ғой. Ахмет Яссауидің еңбегін көрсетіңіз. Міне. Көшіріп аламын да, қайтадан Google формаға кіремін. Міне, қойып қойдым. Енді астына варианттарын құрастырамын. Ол үшін қайтадан Bloomendaal келемін. Bloomendaal көшіріп, міне, вариант деген жерге қоя берем. Добавить, міне екінші вариантын қойдық. Енді үшінші варианты. Bloomendaal тек қана 4 вариант бар екен. Осы 4 вариант бізге жетеді. Төртінші варианты. Бұл үшінші вариант, енді міне төртінші вариант. Бұл бірінші сұрағымыз деп есептейік. Одан кейінгі тағы астына тағы бірнеше сұрақ құрау үшін добавить вопрос дегені бар. Соны басасыздар, астынан шығады. Енді мен сұрақ құрау үшін Bloomendaal кіремде, мына дайын тұрған тестке қайтадан бағанағындай көшірем. Көшірдім. Енді варианттарын көшірем керек астына. Мына нұсқаларын көшіріп алып қоя саламын. Копировать, вставить етем болды.
3-ші нұсқасын көшірдім. Енді 4-ші соңғы нұсқасын көшірем. Жүсіп баласағын міне тест құрап болды. Енді тест құрап болғаннан кейін тестіміздің тақырыбы тұр. Ашық сабақ қайда қолданылатын баланың аты-жөнін жазып тұр. Мына жерде көзге басасыздар. Яғни көресіздер. Мына жерден көруге болады. Сіздер тесттеріңіздің көруге болады. Мен мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тест құраттым. Жетеді бұл сабаққа. Қайтадан тест құраған жерге көшесіздер. Қайтадан кіресіздер. Енді мына жерде настройкасына кіресіздер. Енді настройка дегенге кіресіздер. Общая презентация тесті деп тұрады. Бізге общий деген тиіспейсіздер, презентацияға да тиіспейсіздер. Тесті деген жерге басасыздар. Одан кейін назначить количество баллов деп басталады. Осыған белгілейсіздер. Автоматическое оценивание, яғни берілген тапсырманы автоматты түрде тексеріп, оның балын қою туралы. Одан кейін сохранить дейсіздер. Енді баланың әрбір сұрағына, әрбір дұрыс жауабына бір балл қосып отырамыз. Бұл үшін белгіледік, ответы деген жерге мына жерге бір балл қоямыз. Енді осының ішінде дұрыс жауабын белгілеуіміз керек. Мысалы, бұл сұрақтың дұрыс жауабы Ахмет Яссауидің еңбегін көрсетіңіз дейді. Бұл Диуан Хикмет. Добавить пояснение деген жерді бассаңыз, мына жерде дұрыс емес жауаптарға сіз комментарий жазсаңыз болады, уже түсініктеме жазсаңыз болады. Мысалы, тақырыпты қайталап оқып шық. Сохранить дейсіз. Одан кейін готово дейсіз. Міне соңғы сұраққа келдік. Соңғы сұрақты басып, ответы деген бір балл қосамыз. Одан кейін бір балл қостық. Бұның дұрыс жауабын белгілеп аламыз. Қожа Ахмет алғаш білім берген ұстазы Бахауиддин Испиджаби. Готово деп басамыз. Тестіміз дайын болды. Енді біз бұны отправить дейміз. Почта керегі жоқ, электрондық почта керегі жоқ. Біз міне мына жерде мынандай белгі тұр. Скрепка сияқты осының үстін бассаңыз, міне ссылка шығады. Осы ссылканы копировать етесіздер. Міне мына жерде новый Google формаға ставить етесіздер. Одан кейін тобыңыздағы сыныпқа жіберу үшін дайындап аласыз. Ссылканы жібере саласыз. Балалар осы ссылка арқылы ашып кіре береді. Мысалы, мен ашайыншы. Мен аштым. Мына жерге аты-жөнін жазамын. Варианттарды белгілеймін да, ең соңында отправить деймін. Енді балаларыңыз орындап болғаннан кейін оны қалай көресіз? Сіз қайтадан Google Дискқа кіресіз. Міне Google Дискта тұр. Қай сыныпқа екенін жазыңыз ғой. Сол сыныпты ашасыз. Мысалы, 5-ші класстағы тапсырманы көресіз. Міне кіріспе тест деп тұр мына жерде. Енді ответы деп тұр. Мына жерде 26 бала маған жауап берген. Ответы дегенді бассаң, 26 сұрақтың статистикасы беріп тұр. Кім қанша бал алғаны бәрі көрініп тұр. Фамилиясымен. Мен әр баланың жауабын жеке көретін болсаңыз, мен отдельный пользователь дегенде басасыз. Жеке-жеке тұр. Мысалы, 26 баланың 4-шісі, мысалы, кім екен? Көтегернар деген бала менде
15 балдың 14-ін жинапты. Қайсысы қате берілгені мына жерде қызылмен көрсетіп тұр. Осы бойынша қатемен жұмыс жүргізсеңіздер болады. Жалпы Google формада тест құралы осылай.